Кеше рахаттанып демалдық, ал бүгін демалыстан кейін жұмыс істеу керек десем сенесіздер ме? Жалпы Кореяда қонақ үйлерге, мотельдерге барсаңыз, ол жерде шығатын кезде барлығын өздері жинап тазалап алады, мән бермейсіз. Ал енді корейский пенсион деп аталынады. Біздің тілде домик деймін ба, ана сырттағы домиктар деп айтайын ба, или бір пансионаттар деймін ба, кемпинг, домиктарда, осыларда ең алғаш кірген кезде үй қалай бар, солай жинап кетуің керек. Ең қызығын айтайын ба, бұл жерде мысалға мына диванға 2 адамға ғана кіруге рұқсат та. Мына бағасы, жалпы пансионаттың бағасы 2 адамға арналған. Одан кейін бір балаң кірсе де 20 000 вон, бір күшік кірсе де 20 000 вон. Яғни бала, кішкентай баланың әр басына 20 000 воннан 20 000 вон где-то бір 6 000, 7 000 теңге. Одан даже ит алып келсең де, күшік алып келсең де, оған да қосымша 20 000 вон төлейсің. Бұл біріншісі. Яғни, ой, осы 350 000 вон екен ғой, 400 000 вон екен ғой деп соны ғана төлеп кіре алмайсыз. Одан кейін тағы неге қосымша ақша кетеді айтайын ба? Мына жерде қосымша ақша кететіндердің бірі бульмон, костерді рахаттанып, костермен отырып, ойланып, бір армандап қиялдап кетесің ғой. Сол костерда отырудың өзі 20 000 вон. Мынау 20 000 вон. Бұған дағы қосымша бөлек ақша бердік. Және де әрине пансионатқа келіп қыдырғаннан кейін ет қуырып жегің келеді ғой. Ет қуырып жегеннің өзіне де мынау көміріне қосымша 20 000 вон тағы төледік. Яғни бастапқы ақшасы 350 000 вон деген арзан екен ғой кеттік келгенмен, келген кезде қосымша 100 000 вондай просто да кетіп қалады. Ол әшейін ғой, ақшаны бердің жарайды. Дәл осылай тастап кетсең от души ғой, ондай түгі де жоқ. Мынаның барлығын қалай бар, солай жинап, кірген кезде қалай тұрды, солай өз орнына қойып кетуің керек. Қоқыстардың барлығын сортировка жасап, тура қалай кірдіңіз, солай жинап кетуіңіз керек. Бұл корейский пенсион, пансионат, домик, соның бір ережесі деп айтса болады. Одан да қонақ үйге барып, рахаттан демалғанға не жетсін, бәрін өз жинап алады дейміз ғой. Бірақ қонақ үйде мынандай ет қуырып жей алмаймыз да. Костер жасай алмаймыз, ет қуырып жей алмаймыз. Тағы бір нәрсе. Бассейн. Бассейннің кіретін уақытысы негізінде таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін деп жазып қойған. Тағы бір қызығы, мынандай жер келгеннен кейін билегің келеді, ойнағың келеді, музыка қосқың келеді ғой. Ондай емес, мену тайм деген бар. Яғни кешкі сағат 11-ден таңғы сағат 8-ге шейін тыныш қана дыбысыңды шығармай жатуың керек. Яғни қатты музыка қоюға, шулауға болмайды. Тағы біреуі, ыдыстардың барлығын қалай алдың, солай жуып, тазалап, орнына қойып кетуің керек. Тамақтың қалдықтары, басқалардың барлығын тағы да бөлек тастау керек. В общем, мынанша жұмыстар бар. Мен үйімде мысалға үйімде ыдыс жумаймын да. Ал үйімде істемеген тірліктің барлығын осында келіп жасайын деп жатырмыз. Амал жоқ. Қалай алдың, солай жинап кетуіміз керек. Жаңа біз таң атпай Думан екеуміз қарнымыз аш деп рамен ішіп алдық. Жолдасым ішпеймін деді. Негізі жолдасым завтрак ішпейді. Завтрак ішкені үйленгелі мен жолдасым завтрак ішкенін көрген емеспін. Завтрак мүлде ішпейді. Ал мен қарным ашса ашуланып жындан нервіп кетім. 20 000 вон төлесең, осындай бір жастық, бір матрас, бір полотенце қосып береді. Онысында қандай пакетке келді, сол пакетке жинап кетеміз. Мына жерге біз негізі 16-да да бір рет келгенбіз, құрбымыз келген кезде демалғанбыз, сондықтан біліп алғанбыз. Жазда қыдырып келгеннің бір жаман жері маса көп. Түнімен маса қай жерде деп маса өлтіріп жүрдік. Маса өте көп жазда қыдырып келсең. Мына жерде бассейні бар ғой. Думан қыдырып келген кезде бірінші рет бассейнге барады, сондықтан бассейн заттарын бәрін жинап тастадық. Вдруг сладость жегіміз келе ма деп Қазақстан шоколадын тоже алып келгенмін. Грибы қалды. Не қалды, соның бәрін алып кетеміз, қалдырмаймыз, короче. Әрине менің мұздарым. Міндетті түрде мұздарды алып жүремін. Өйткені сонда ғана тамақтасып жүреміз, ашмайды. Ондай снектердің барлығын жинап алғанбыз ғой. Кеше жемедік, қазір машинасында барып жеп барамыз. Өткенде бір пакет печенье алып кетіп берген маған. Жеймін деп ойлағам, жемедім. Сәлден кофемен жеп аламын. Ана бізде Думан футболға барады ғой. Сол кезде жаздың күні осындай мұздарын солар тасимыз деп алғанбыз негізі. Өзіміз қолданып жатырмыз. Ал енді ыдыстардың барлығын жуып, тазалап, мына қарапайым. Үйден тұз алып келесің ғой. Тұз сатып алайын деп. И күріш готовый. Ыдыс жуатындарын былай дайындап қойған ғой, жуып тазалап кетіңдер деген сияқты. Әрине перчаткасы де бар, бірақ перчатка қазір жумай-ақ, былай тазалап кете саламыз. Ана ет қуырып жеп, рахаттанып, бір кемпинг жасап күшті да. Ертең осылай жинап кететін жаман.
мына темір тарелкалар баяғыда ауылда білесіздер ме, темір табақ, темір тарелка қолданатын ек қой. Біздің үйде темір тарелка, темір табақта көп болатын, өйткені біз көп бала шағалы отбасыданбыз да, ыдыстың бәрін сындыратынбыз. Сөйтіп бізде темір табақ, темір тарелка көп болатын үйде. Қазір ғой ондай жоқ. Табақтардың ішінде, тарелка ішінде гүл-гүл болатын, білесіздер ме? Ақ тарелкада ішінде қызыл-гүл. Үйде сондайлар көп болатын. Қазір олардың қайда кетті білмеймін. Мен тіпті үйде тамақтың помойкасын тастамаймын ғой. Осындай көп тастап жатырмыз. Чебесідің жүре арнажындай. Үйде де бұндай тастамаймын. Үйде барлығын жинап бөлек тастайды, немесе жолдасын тастайды. Мына жақ кеп соны тастап жатырмын. Мысыр тастап келеміз енді. Çok. Мынаның барлығында жеке адамдар. Суббота, воскресенье әсіресе адам көп. Бүгін понедельник. Біз суббота келген жоқпыз, воскресенье келдік. Субботаға қарағанда воскресеньеде 100 000 вон арзан. Сөйтіп Думанға, давай сен сабақтан бір күн қаласын дедік да. Сөйтіп сабақтан алып қалып, ақша үнемдейміз деп. Кеше воскресенье келіп қондық. Бүгін понедельник, жұрттың бәрі сабақта, жұмыста тыныш. Біз қыдырып жүрміз. Қайта Думан английский курсына, футболына барады. Оған үлгеріп барамыз бұйыртса. Өйткені қайта менде де жұмыс, жолдасында тірліктері бар. Бүгін таңертең түнде пациент ұшып кетті, обратно чекаптан өткен. Таңертең новый пациент чекапқа келді. Түнмен сол кісілерді қадағаладым. Водитель жібердім, өзім қыдырып жүрмін, водитель жібердім. Водитель күтіп алып орналастырды. И шығарып салды. Қазір Кореяда жаңбырлы сезон. Хорошо, что біз қыдырып келген кезде жаңбыр жоған жоқ. Осылай барлығын сортировка жасау керек. Иван. Жеке бәрін жасауым керек өшім. Бұлай жазып қойған. Тамақтың қалдығын тастап. 이거 일반인 같은데? 플라스틱. 플라스틱이야. 딱. Тастадық. Мен үйде қоқыс тастамаймын. Біздің үйде ЖК-да каждый понедельник сортировка мусор болады. И оны жолдасын тастайды үнемі. Жолдасын тастайды. Соған әбден үйреніп қалғам ғой. Сортировка мұнда келіп, үйде істемеген тірліктің бәрін істеп жүрміз. Амал жоқ. Ал егер мынаны бәрін істемейтін болсаң, қосымша ақша сұрайды. Осындай бір домик. Бір домиктарда осылай қонып, демалып қайтуға болады. Тура осылай тазалап жеп кетуің керек. Тура осылай тұру керек. Біздікін қазір осындай қараймыз. Біздікі әлі ондай емес, шашылып жатыр. Жалпы сіздер, бұны не үшін дәл осы бейнежазбаны түсіріп жатырмын? Жалпы сіздер Кореяға қонақ үйге келген кездеріңізде, егер қонақ байқасаңыздар, кішігірім асханаларда, даже кофешоптардың өзінде ішкен посудаңызды апарып орнына қойып кетесіз. Сол сияқты, егер сіз қонақ үй емес, осындай домиктарға қыдырып келетін болсаңыз, онда ертең арттарыңыздан сөйлеп, қосымша штраф төлеп бәле болып жүрмесін деп, Кореяда осындай домик, пансионат, в общем, осындай бір мәдениеттері, дәстүрлері бар. Кәрістер осылай артын жинап кетеді дегенді сіздерге түсіріп жатырмын. Себебі қазір қазақтар, өзіміздің отандастарымыз Кореяға өте көп қыдырып келеді. Қыдырып келген кезде қонақ үйге қыдырып келсеңіз, тастап кете беріңіз, ешнәрсе жимаңыз. Ал бірақ осындай жерлерге домиктар қыдырып келсеңіз, онда артыңызды жинап кету керек екенін ұмытпаңыз. Тіпті ол асханаларға, кафелерге барсаңыз да сондай ішкен посудаңызды подноспен көтеріп, орнына апарып қойып кетесіз. Бұл жақтың сондай мәдениеттер сондай. Уборныйды тағы бір рет жинап алам, өзіміздің алып келген заттарымыздың бәрін әкетеміз, қалған бәрін тастап, сонымен үйімізге қайтамыз. Уборный қалай кірдік, солай полотенцемен жерге тастадым. Қалай кірдік, солай тазалап кетуге тырыстым. Әрине қазір біздің заттарға қарайтын мына жердің бәрі тазалап болып қалады. Егер де сіздер Кореяға қыдырып келіп жатсаңыздар, осындай пансионаттардың, Думан бер кел. Думан бер кел. Егер де сіздер Кореяға қыдырып келіп жатсаңыздар, онда осындай домиктардың бар екенін, және бұндай домикке бала шағаңызбен келіп бассейнге шомылып кетсеңіз де болады, бірақ артыңызды жинап кету қажет екенін ұмытпаңыздар. Кореяның осындай домик дәстүрлері бар. Сау болыңыздар.